Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында бастауыш сыныпқа жаратылыстану пәні енгізілді. Оның мазмұны бұрын бастауыш мектепте қарастырылмаған оқу мақсаттарын қамтумен ерекшеленеді. Пән кіші мектеп жасындағы балаларды биология, химия, физика, география, астрономия негіздерімен таныстыра отырып, практикалық әдістер көмегімен қоршаған орта туралы ғылым жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жаратылыстануды оқып үйренуде салыстыру, ажырату, жалпылау, жіктеу тәрізді логикалық, дидактикалық тәсілдерді қолдану баланың ойлауын дамытуға үлкен мүмкіндік береді. Және балалардың қарапайым зерттеу дағдылары қалыптасады. Бұл бағдарламаның оқу мақсаттарымен кеңінен қамтылған. Бағдарламаның оқу мақсаттары арқылы оқушылар сипаттауға дағдыланады. Сипаттау заттың сыртқы белгілерін санамалап атап шығуды көздейді. Өсімдіктердің маусымдық өзгерістерін сипаттау оқу мақсатын жүзеге асыру үшін бақылау әдісін қолдануды ұсынамыз. Бұл әдіспен балалар бірінші сыныптан бастап жақсы таныс. Біз бұл әдісті жанды және жансыз табиғатты зерделеген кезде өте жиі пайдаланамыз. Бақылауды ұзақ, орта, қысқа мерзімді жүргізуге болады. Ал табиғаттағы күзгі өзгерістерді бақылау ұзақ мерзімді болғаны өте тиімді. Сонымен, бұл мақсатты жүзеге асыру үшін оқушыларды бірнеше топтарға біріктіруді ұсынамыз. Топтар құрылған жоспарға сәйкес өз мектебінің ауласында немесе үйінің маңайында өсіп тұрған өсімдіктегі өзгерістерді бақылауға тапсырмалады. Құрылған жоспар бойынша жұмыс істейді. Бірінші, топ кез келген бір өсімдікті таңдап алады. Екінші, бақылау мақсатын қояды. Мысалы, қайыңның күзгі өзгерісін бақылау. Келесі кезеңде міндетті түрде бақылау уақытын белгілеген өте маңызды. Бұл бақылау ұзақ мерзімді болғандықтан 2 аптаға, 1 айға немесе тіпті бүкіл күз мезгіліне созылуы мүмкін. Келесі бақылаудың нәтижелерін тіркеу. Бақылау нәтижелерін кестеге тіркеуге болады, сызба, сурет салуға болады, немесе бақылау күнделігіне жазбалар жазуға болады. Сонымен бақылау аяқталған кезде міндетті түрде қорытынды жасалу керек. Осы оқу мақсатымен қоса, бірінші бөлім мен зерттеушімін бөлімінің оқу мақсаттары да жүзеге асырылады. Бұл бақылауды қысқа мерзімді ұйымдастыруға да болады. Ол кезде мұғалімге бір өсімдіктің әртүрлі жыл мезгілдеріне дегі өзгерістерін бейнелейтін суреттер дайындап алғаны дұрыс. Жұмысты тағы да топ түрінде ұйымдастырып, балалар топта суреттер арқылы өсімдіктің өзгерістерін бақылайды. Олардың бақылау нәтижелерін кестелерге тіркейді, қорытынды жасайды және сыныпқа өзгерістер бойынша, яғни бақылаған нәтижелер бойынша хабарлама жасайды. Міне осылай бір оқу мақсатының аясында біз балалардың зерттеу дағдыларын дамытамыз. Бастауыш мектепте қолданылатын тағы бір зерттеу әдісі эксперимент арқылы да бірнеше оқу мақсатын жүзеге асыруға болады. Эксперимент арнайы жасалған жағдайларды қажет етеді. Эксперимент жүргізу барысында балалардың нұсқаулықтарды орындай алу, қорытынды жасау, болжам жасау дағдылары жетілдіріледі. Бұл кішкентай зерттеушілерді қалыптастырудағы өте маңызды фактор. Ауаның кейбір қасиеттерін сипаттау оқу мақсатын жүзеге асыру үшін бірнеше эксперимент жүргіземіз. Бірінші эксперимент ауаның біздің маңайымызда бар екендігін түсінуге бағытталады. Бұл өте қарапайым эксперимент арқылы біз ауаның мөлдір түссіз екенін және оның бізді айналамызды қоршап тұрғанын түсіне аламыз. Ол үшін балаларға маңайларыңда не бар екенін айтып беріңдерші деген ұсыныс айтамыз. Балалар атап шыққаннан кейін, ал біздің маңайымызда тағы не бар, біз оны көрмейміз. Балалар ауа деп айтуы мүмкін.
Енді балаларға қолдарына картон парақты алып, беттерінің тұсынан желпіп көруді ұсынамыз. Балаларға бұл не болды, не сезіндіңдер деп сұраймыз. Сол кезде балалар оның ауа екенін айтады. Бұл картон парақ ауаны қозғалтты. Біз оны өзіміздің бетімізден лебін сезіндік. Балалармен бірге қорытынды жасаймыз. Ауа түссіз, мөлдір, және біз оны көрмейміз, тек сезінеміз. Келесі жұмыс арқылы, эксперимент арқылы біз ауаның иісі бар ма деген сұраққа жауап береміз. Балаларға маңайларын ауаны иіскеп көріңдер деген ұсыныс айтамыз. Балалар иіскеп көреді. Қандай да бір иіс сезіп тұрсыңдар ма? Ал одан кейін ауаға әтір себеміз. Енді олар иіс сезді. Бірақ бұл әтірдің иісі. Ауаның иісі болмайды, және ол тек иістерді тарататыны туралы балалар өздері қорытынды жасайды. Ауа туралы тақырып келесі оқу мақсатымен жүзеге асырылады. Бұл оқу мақсаты ауаның кеңістікті толтыру және жылу өткізгіштігін зерттеу. Біз бағандан бері ауаның қасиеттерін бәрін білдік. Енді екінші сыныптағы ауаға байланысты тақырыпты ауаның кеңістікті толтыру қасиетін және жылу өткізгіштігін зерттеу оқу мақсаты жалғастырады. Ол үшін біз тағы да бір-екі эксперимент жасаймыз. Балаларға бос бутылкаларды көрсетіп, бөтелкені көрсетіп, ішінде не бар деп сұраймыз. Одан кейін бөтелкелерге воронка қойып, су құямыз. Бірінші бөтелкеге суды құямыз. Бұл бөтелке енді бос емес. Оның ішінде жартылай болса да су бар. Екінші бөтелкені воронка мен аузын арасын ермексазбен жақсылап тұрып саңлау қалдырмай бекітеміз. Сонан кейін воронка арқылы екінші бөтелкеге де су құямыз. Балалардың назарын аударамыз. Бөтелкеге құйылған су сәл ғана бөтелкеге ақты да, воронкада қалды. Балалардан сұраймыз, бұл неліктен болды? Неліктен воронкадағы су бөтелкеге құйылмады? Бұның себебі бөтелкенің іші шындығында бос емес. Оның ішінде ауа толып тұр. Бірінші бөтелкеде су құйылған кезде ауа воронка мен аузының арасындағы саңлаудан шығып кетті. Ал екінші бөтелкеде ермексаз ауаны шығуға мүмкіндік бермейді. Ауа толығымен бөтелкенің ішінде қалады да, өзі ығыспағандықтан суды да жібермейді. Міне осы кішігірім эксперименттің арқасында біз бос ыдыстардың шынында ішінде ауа толып тұрғанын дәлелдей аламыз. Ауа бізді тек қана қоршап тұрмайды. Ол барлық заттардың бойында бар. Оны дәлелдеу үшін балаларға губканы көрсетіп, онда не бар деп сұраймыз. Губканың бойында көптеген тесіктер бар. Бұл тесіктерде ауа болуы мүмкін деп балалар болжайды. Оны эксперимент арқылы тексеріп көреміз. Тексеру үшін ыдыстағы суға губканы батырамыз. Енді оны сәл басатын болсақ, губкадан көпіршіктер шығады. Бұл көпіршіктер су ығыстырып жатқан ауа. Балалармен бірге мына губканың бойында ауа бар екен туралы қорытынды жасаймыз. Одан басқа қант, қызыл кірпіштің сынығы, немесе топырақты балаларға көрсетіп, бұлардың бойында ауа болу мүмкін бе деген сұрақ қоямыз. Сол кезде балалар әртүрлі болжамдар жасайды. Балаларға болжамдарын тексеру үшін бұл заттарды да суға біртіндеп батырып көруді ұсынамыз. Міне осындай эксперименттер арқылы балаларға ауаның барлық жерде бүкіл айналамызды толтырып тұрғанын дәлелдей алады. Сынып жағдайында эксперимент арқылы судың физикалық қасиеттерін анықтау оқу мақсатына қол жеткізуге болады. Бұл эксперименттердің нәтижесін мынандай кестеге тіркеген дұрыс. Бірінші,
тәжірибемізде біз судың формасы бар ма деген сұраққа жауап береміз. Ол үшін бізге әртүрлі қалыптағы ыдыстар және су қажет. Балалар суды ыдыстарға құйып көреді де, судың өздері құйылған ыдыстардың формасын қабылдайтынын байқайды. Балалармен талқылағаннан кейін судың пішіні болмайтынын және ол өзі құйылған ыдыстың қалпын қабылдайтынын туралы қорытынды жасаймыз. Одан кейін балаларға жайпақ ыдысқа немесе подносқа суды құйып көруді ұсынамыз. Су жайылып кетті. Бұл судың аққыштығын көрсетеді. Сонымен балалар қорытынды жасайды. Судың пішіні жоқ және ол аққыш. Келесі, судың дәмі бола ма деген сұраққа жауап іздейміз. Балалар өз болжамдарын жасайды. Ол үшін ішуге жарамды суға бір қант салып көреміз. Қантты араластырып, балаларға дәмін татып көруді ұсынамыз. Сұраймыз, судың дәмі қандай? Тәтті. Оны тәтті қылып тұрған не? Оны тәтті қылып тұрған қант. Келесі ыдысқа кішкене тұзды араластырамыз. Тағы бір ыдысқа лимонның бөлшегін саламыз да. Балаларға дәмін татып көруге ұсынамыз. Балалар мына су тұзды, мына су қышқыл деген қорытынды жасайды. Бәрі болғаннан кейін балаларға енді таза суды дәмін татып көруге ұсынамыз да, өзінің не сезінгендерін салыстыруды сұраймыз. Сол кезде балалар судың дәмі жоқ деген қорытынды жасайды. Бұл қорытындыны да кестеге тіркеп қоямыз. Келесі экспериментпен судың иісі бар ма деген сұраққа жауап береміз. Балалар әртүрлі болжамдар жасайды. Ол үшін таза су құйылған стақанды балаларға иіскетіп көріп, одан кейін лимон немесе басқа да иіс шығаратын заттарды иіскетіп көреміз. Балаларға өз сезімдерін салыстыруды ұсынамыз. Сол кезде балалар лимонның иісі бар, таза судың иісі жоқ деген қорытындыға келіп, оны да кестеге тіркеп қояды. Келесі экспериментіміз судың түсін анықтауға бағытталған. Ол үшін бірнеше мөлдір стақандарға бояғыштарды езіп, тағы бір стақанға таза су құйып, балаларға түстерді салыстыруды ұсынаймыз. Балалар сулардың түстерін атайды. Одан кейін мөлдір су құйылған стакандағы судың түсі басқа түстерден өзгеше екенін, яғни мөлдір екенін және оның түссіз екенін атап, оны да кестеге тіркейміз. Міне осы эксперименттер арқылы балаларды судың қасиеттерімен таныстырамыз. Бақылау мен эксперименттен басқа модельдеуде сыныпта практикалық жұмыстарды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Модельдеу дегеніміз ол модельдерді жасау және онымен жұмыс істеу. Күн жүйесі ғаламшарлардың орналасу тәртібін анықтау оқу мақсатын модельдеу арқылы жүзеге асырған тиімді. Модельді жасауға кіріспес бұрын оқушыларға ақпарат беріледі. Ол ақпарат мәтін түрінде, немесе бейне ресурс түрінде болуы мүмкін. Балалар топтарда ақпаратты меңгереді. Сонан кейін модель жасауға кіріседі. Модель жасауда әртүрлі ресурстарды пайдаланады. Мысалы, түрлі түсті қағаздардан немесе картон қағаздан қиылған дөңгелекшелерді жапсырып, күн жүйесінің ғаламшарларының ретін қояды. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Міне дәл осындай модельдерді жасау үшін ермексазды пайдалануға болады. Ермексаздан да әртүрлі алып планеталарды сәл үлкендеу қылып, жер тобындағы планеталарды сәл кішірек қылып,
міне осындай модельдер жасауға болады. Модельдерді жасау үшін тағы да басқа ресурстарды, мысалы жіптерді пайдалануға болады. Әртүрлі бөтелкелердің қақпақтарын, түймелерді пайдалануға болады. Егер сіз сабақта модельді күрделі басқа материалдармен жасаймыз деп жоспарлайтыңыз болсаңыз, онда бұл сабақты көркем еңбек сабағымен, пәнімен кіріктірген дұрыс. Балалар осы модельдерін жасап болғаннан кейін, жұмыс аяқталғаннан кейін топ арасында таныстырады. Құрметті әріптестер, білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы жаратылыстану пәні бағдарламасы бойынша бірнеше оқу мақсаттарына түсініктеме бердік. Бұл сіздердің қиын да күрделі жұмыстарыңызға пайдасы тиеді деген үміт етеміз. Назарларыңызға рахмет.